қалай? Жақсы. Рахмет балалар. Балалар, бүгінгі мүсіндеу ұйымдастырылған іс-әрекет барысында сіздермен бірнеше қазақтың ұлттық әшекей бұйымдарымен танысамыз. Және әшекей бұйым білезіктің мүсінін жасайтын боламыз. Түсіндік пе тақырыпқа? Жақсы. Ал сол әшекей бұйымдарды қарайық мына жерде. Мына бірінші тұрған не қандай бұйым? Сырға. Мына қандай бұйым? Сақина. Білезік. Сырға. Алқа. Жарайсыңдар балалар. Сіздер осы бұйымдарды көріп жүрсіңдер ма? Иә. Жарайды. Осы бұйымдардың барлығын балалар ұлттық әшекей бұйымдар деп атайды екенбіз. Және ұлттық әшекей бұйымдар ертеден өте сапалы, жақсы металдардан жасалған екен. Мысалы, мыс. Және қандай металдардан жасалуы мүмкін? Алтын. Алтын, дұрыс айтасың. Және қандай металдан жасайды? Күміс металдарына жасайды екен. Жарайсыңдар. Осы әшекей бұйымдарды немен өрнектейміз? Немен сәндейміз? Қарайықшы. Мынау не? Ою ма? Ою. Қандай ою бұл? Құс қанаты. Дұрыс. Ал мына білезіктей ою? Қошқар мүйіз. Керемет. Мына сақинада қошқар мүйіз. Дұрыс айтасыңдар. Бұдан басқа әшекейлеу үшін қандай тастардан не қыламыз, қолданамыз? Асыл тас. Асыл тастарды сәндеп қоюға болады екен. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, осы өнер түрін зергерлік өнер деп атаймыз. Әшекей бұйымды жасайтын адамдарды зергер деп атаймыз. Әшекей бұйымдарды дайындап жасайтын адамды кім деп айтады екенбіз? Зергер ата. Дұрыс айтасыңдар. Мінекей өзінің іс орнында зергерлік бұйымдарды жасап отырған екен. Ал балалар, бүгінгі емексаздан жасайтын әшекей бұйымымыз не деп аталады екен? Білезік деп аталады. Оны кімдер тағады? Осы әшекей бұйымдардың барлығын кімдер тағады? Әжелер тағады. Апаларымыз тағады екен. Дұрыс айтасыңдар балалар. Осындай әдемі емексаздан жасалған әшекей бұйымдарын тағып келген қызымыз бар екен. Альфида, келе ғой. Ал қараймыз, Альфида не тағып келді екен? Қара балаларға қарай ғой. Керемет. Қане? Қандай әшекей бұйымдар бар қолында? Білезік. Мынау не? Сырға. Мынау не? Алқа. Құлағында не бар екен? Сырға. Керемет. Мінекей осындай емексаздан жасалған бұйым бар екен. Альфида, отыра ғой. Ал балалар, қазір жұмысты бастамас бұрын моншақ деп аталатын саусақ жаттығуын бірге жасайық. Қане маған мұқият қараңдар. Саны болар моншақты. Шашып алдым моншақты. Шымшып теріп аламын. Алашанға саламын. Қайталайық. Саны болар моншақты. Шашып алдым моншақты. Шымшып теріп аламын. Алақанға саламын. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, білезіктің жасалу реттілігін экраннан тамашалайық. Мұқият қараймыз. Қараңдар балалар. Бірінші жұмсатып алады екенбіз ермексазды. Екінші домалатады екенбіз. Алақанымызға салып, жақсылап домалатып аламыз. Үшінші есеміз. Есіп болғаннан кейін балалар, сопақша пішін пайда болды. Оны екі жағынан екі шетін қыламыз, жіңішкертеді екенбіз. Есу арқылы саусақпенен. Ал төртінші үстінен басып жалпақтаймыз. Көрдіңдер ме? Әне жалпайтып алдық.
Білезікке ұқсап келе жатыр ма? Иә. Әдемілеп барлық жерін тегістеп, жалпақтаймыз тегіс болып. Болғаннан кейін балалар, сән дейміз. Қарыңдар. Не? Басқа түсті, әрлі түсті, түрлі түсті ермексаздармен домалақтап сән дейді екенбіз. Қандай түстерден жасап жатыр? Қызыл. Және қандай түс мынау? Жасыл түсті ермексаздан домалақтап сәндеп жатыр екен. Керемет әне білезік. Ал одан кейін бар. Ай сияқты не қыламыз? Ай пішінін әкелеміз неге? Яғни жарты шеңберге ұқсатады екенбіз әне. Қолға тағуға білезік ыңғайлы. Көрінді ме? Жарайсыңдар. Не дайын болды. Ал балалар, ермексазды алып, жұмсатамыз. Қолымызға алайық, ермексаздарымызды алып. Иә, жұмсатамыз. Жұмсатыңдар. Екінші не істейміз балалар? Жұмсатамыз. Істейміз, домалап болғаннан кейін есеміз. Қане есеміз. Ал енді балалар мұншақтарын тағамыз. Мұншақтарын, иә. Майыстырамыз. Иә. Мұншақтар түсіп қалмасын, қаттырақ қосамыз. Балалар, жұмыстарыңызды жасап болдыңдар ма? Иә. Өте керемет. Мен мына жерден көріп тұрмын. Өте әдемі шықты жұмыстарыңыз. Балалар, мүсіндердің қандай әдістерін қолдандық? Бірінші не жасадық ермексазды? Домалады. Екінші не істедік? Естік. Естік алдық па сода ақшап шығарды? Иә, жалпақтап алдық. Ең соңында не жасадық? Бұл езік. Безендірдік па? Иә. Мұншақтар мен безендірдік. Жарайсыңдар балалар. Енді сендердің жасаған бұйымдарыңызды қорапшаға жинаймыз. Әне сала ғой? Міне балалар, сіздердің бүгінгі жасаған жұмыстарыңыз өте әдемі. Қараңдар міне. Жарайсыңдар балалар. Керемет балалар. Қолдан сүртіңдер ма? Иә. Тақтайлар тазалап қойсақ болады. Жарайсыңдар балалар, сау болыңдар.